Ал дін деген мынау руханилықты бір ғана кішкентай бөлшегін ғана құрайды, қыздар. Осы рухани қасиеттің өзі төртке бөлінеді, жандарым. Бірінші, көріп келдік, ясновидение. Айқын көру деген не? Бәріміз айқын көресіздер негізі. Жоқ деп айтасыздар. Қойды, ештеңе көрмейсіздер. Просто біз оны ешіп тұрып жатырмыз. Айқын көру, айқын есту, айқын сезіну, айқын білу деген болады. Сіз көресіздер деп айттым ғой, сіз көріп жатсыз. Это ясновидение. Немесе, как будто сізге кейбіреуде көзіңізге картинкамен бір ақпараттар келеді. Елес сияқты келеді. Кейде біз пропускаем, түсінбей қаламыз, сезбей қаламыз, ұқпай қаламыз, жіберіп аламыз. Одан кейін айқын есту. Как будто сізге біреу сыбырлап бір ақпарат айтып тұрған сияқты. Айқын көруді мына көзбен көрмейміз, айқын естуді мына құлақпен естімейміз. Барлығы интуиция жұмыс жасайды. Одан кейін айқын сезіну. Мысалға, жүрегім бір нәрсені сезіп тұр. Как будто қазір бір нәрсеге қуанатын сияқты. Жүрегім аузыма тығып тұрып, бір жайсыз хабар естіген сияқты айтасыздар ма? Ішіп беріп үйде айқай шығаратын сияқты, жүрегім аузыма тығып тұр. Сезіп тұр. Қонаққа барасыз, ауыртпаңыз. Ана жердегі адамның аурасының энергиясын көтеріп, сіз сезіп тұрсыз. Айқын сезу теломен сезіледі негізі. Енді одан кейінгі айқын білу дегеніміз. Оқығанмен, көрген білгенмен, жиған тергенмен келеді. Сіз, например, бір жерде жұмыс жасайсыз, бастығыңыз әлде изучать етіп алғансыз. Сіз білесіз, бүгін жұмыстың аяғында ол алдын ала бір тұрасы жинас жасайтын. Сосын 2 сағат отырады. Етке нан салған кезде үстіне бір қақыраш, мұздай су құйып жіберетін болып тұрады. Нан жабыспайды. Ал ғой, біліп тұрғаннан құйып жіберген жабыспайды. Біліп тұр, потому что тәжірибемен келіп тұр. Түсініңіздер ма? Бар ғой бәрімізде. Бәрі бар.